Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli ala seyyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Енді құрметті жамағат, құрметті мұсылман бауырлар, Алла тағала баршамызға разы болсын. Енді сіздер секілді Қазақстанның басқа да түкпіріндегі адамдар пайда алсын деп жатқаны ғой. Алла тағала бәріміздің құлшылық ниеттерімізді Алла қабыл етсін иншалла. Енді құрметті бауырлар, біз мына Ибн Атаилла Сакандаридің осы жан дүниені тәрбиелеудегі кітабын бастаған болатынбыз. Сол бірнеше бұл жаңағы бір жүйе ғой, тасауф деген, жан дүниені тәрбиелеу. Сол жерде мақаматтар бар. Сол мақаматтардың бірі және соның алғашқысы мақам ат-таубаға біз келген болатынбыз. Яғни содан бастаған болатынбыз. Бірінші бізге керегі Аллаға жақындауда ол тауба. Ал тауба не үшін жасалады? Ол күнә жасалған жағдайда жасалатын нәрсе. Енді сол тақырыптарда келе жатырмыз. Сол тақырыптардың бірі әл-маъсияту сабабун лит-тауаққуфир ризқи. Мынау күнә ырзық несібенің тоқталуына себеп. Мына адамның күнкөрісінің қиындауы, ырзық несібесінің кемуі күнә себепті болады. Бұл да сол ырзық несібенің кемуінің бір жолы ол күнә. Сондықтан мына табысымызға береке кірмей, отбасымызда ырзық несібеміздің берекесі қаша бастаса, онда истиғфарды көп айту керек. Онда біз өзіміздің жаңағы істерімізге қарау керек. Не істеп жүрмін? Мүмкін жеп жүрген асымыз адалдан болмауы мүмкін. Немесе бір амалымыз дұрыс болмауы мүмкін. Соны анықтау керек. Анықталған жағдайда оның бірден бір жолы ол тәуба. Дереу Құдайға тәуба. Алла, мені кешір. Сен ұлысың деп, сол кезде қайтадан саған осы ырзық несібенің берекеттің жолы ашылады. Өйткені бұны біз ойлаймыз, бұл ақшаң көп болса ырзық несібе өзі болады деп жоқ. Оны ырзық несібені беретін ол Құдай. Біздікі ол әрекет. Сондықтан осы ырзық несібенің кемуіне бірден бір себеп ол не? Күнә. Күнә. Бұл негіз жақсы нәрсе емес. Я хаза ияка вал маъсията дейді. Жаңағы әй ырзық несібесі кемуші адам, күнәдан сақтан дейді. Күнәдан сақтан. Бұл бірнеше сол күнәнің бір зияны осы ырзық несібенің кему. Оның бірнеше зияны бар. Біз қазір қайталап өтеміз, өткенде айтып кеттім. Фақат такуну сабабын лит-тауаққуфир ризқи. Ей күнәһар пенде, ырзық несібесі кеміген пенде дейді, күнәдан сақтан дейді. Бәлкім сенің сол күнәң дейді, ырзық несібеңнің кемуіне алып кеп жатқан шығар дейді. Бұл сынақ. Енді мысалы адам ойлауы мүмкін ғой. Мен бүгін бір штук темекі тартқан екем, енді соған бола Құдай менің ырзық несібемді тоқтатып қойды ма? Иә. Субханалла, анау бір 10 жылдан 20 жыл, 30 жыл елді түгімен жұтып атқандар бар деп айтуы мүмкін да. Неге Алла сенің ырзық несібеңді кемітіп, күнәңді еске салып тұр, сенің тәуба жасап, күнәні арғарай жасамауыңды Құдай қалап тұр. Демек саған жан ашып тұр. Ал енді түйені түгімен жұтып, оның жаңағы бір қиыншылық жолықпай жатқан болса, Алла тағала оған сол күнәнің есігін ашып қойды, сол күнәні көтеру үшін. Сондықтан біз жаңағы күнәміздің әшкере болып, Алла сол себепті сынап жатқан болса, керісінше біз оған қонамыз, я Раббым, мені бұл күнәда болғанымды Құдай қаламай тұр екен ғой. Я Алла, сен мені кешір деп. Мысалы, емтиханда отырған бала, көшіріп отырған бала, ұсталып қалу мүмкін да. Ол ойлайды да, мен жолым болған жоқ деп. Сөйтіп 3 алып қалады, 2 алып қалады. Жоқ, оның жолы болды.
қылмысы әшкере болып қалды. Ұстаз шпаргалкасын алып қойды, ол көшіре алмай қалды, жаза алмай қалды. Нәтижесінде 2 алып қалды. Негізі ол адамның жолы болды. Неге? Сол көшірудің күнәсін Алла оған қаламады да. Міне Алланың мейірімі. Ал енді екінші біреу келді, ол көшірді, оны ұстаз байқаған жоқ, оны Құдай байқатпады, сөйтті да ол емтиханнан 5 алды. Емтиханнан 5 алды, бірақ оның күнәсін алды да. Сондықтан жаңағыдай біздің бір қателігіміз әшкере болып болмаса, сонымен Құдай сынап жатқан болса, бұл жақсылық негізінде. Захируху ниғма ва батинуху ниғма дейді. Біз сырттай алған кезде сен жолың болмады деп ойлайсың, ал ішіне үңілсең, негізі жолы болған адам сен. Неге? Өйткені сенің күнәң себепті, Алла сенің ырзық несібеңді кемітіп, саған ескерту берді. Ақырын ғана, Русеке, пендем, сен жақсы адамсың. Білмейміз ғой, біз оның Құдайдың құзырында қандай бір амалымен ол Алланың мейіріміне бөленген адам болуы мүмкін да. Сол мейірімділігімен Алла оған оны қаламай тұрды. Ол Руслан ашуланады да жаңадай. Осы түйені түгімен жұтып атқандар бар. Осы соларын ағып ұсталмайды. Осы мен кеше Русекеңнен Абай ақсақалдан 1000 теңге алғам, сап етіп түсіп келді, антикор ұстап алды деп қынжылуы мүмкін. Жоқ, қынжылма сен. Қайта альхамдулилля, Алла мені ескерді. Мына іске ар қарай белшесінен батпасын деп Құдай ескертіп жатыр деп түсінуіміз керекті. Сондықтан күнә ырзық несібенің тосылуына бірден бір себеп. Фатлуб миналлахи тауба. Міне, сондықтан бізде бірақ жол бар. Күнә жасадың ба? Таубаның енің есік ашық. Қашанға дейін? Жан алқымға күн батыстан шыққанша. Соған дейін міне, сол Алланың мейірімділігі. Кейде адам ойлауы мүмкін ғой, осы Құдайдың мейірімділігі қайда, осы мейірімді дейсіңдер ғой деу мүмкін де. Субханалла, сол таған тәубаның есігін ашып қойғандығы сол Құдайдың мейірімі де. Қараңыздаршы. Қазір осы отырған әр қайсымызды басымыздағы күнәға байланысты қазір жазасын беруге қадір. Әлде тәубаның есігін ашып, мейіріміне алып, тәубаның есігін ашып болғанын қалайсың ба? Сондықтан дейді, егер Алла тағала осы отырған әр қайсымызда күнә жасаушы адам дейді, сол сәтінде жазалайтын болса дейді, адам күнә істемей қоятын еді дейді. Қалай істейді ол? Жаңағы төбесінен жай түсейін деп тұрса да, істей алмай қаласың да. Ал сенің күнә істеуің бұл Алланың мейірімділігі. Ал тәуба жасауың ол Алланың қуанышты. Тәубам келді маған. Міне Құдайдың қалап тұрған осы бізден. Сол мейірімділігі жетеді, ол бәрімізде қателік бар. Тәубаның. Фейн қубилат. Құба-құп. Тәубан қабыл болсын. Уа илля фастағиз биллахи тағала. Ал қабыл болмаса, онда Алладан кешірім сұра. Алладан пана тіле. Уа құл дейді. Былай деп айтты. Роббана заламна анфусана, уа иллам тағфир лана, уа тархамна, ләнәкунәннә минәл хасирин. Бұл біздің атамыз Адам алейхиссаламның дұғасы. Фаталаққа Адаму мин раббихи калиматин фатаба алей. Жәннаттан қуылып жерге түскенде, міне Адам алейхиссаламның бірден есіне келген нәрсе фатаба алей. Аллаға тәуба етті. Сосын Раббана заламна анфусана. Я Раббым, біз өзімізге зұлымдық жасадық. Уайнлам тағфир лана. Раббым, сен бізді кешірмесең, уа тархамна, және рахметің алмасан, ләнәкунәннә минәл хасирин, біз қасіретке ұшыраушыларданбыз деді. Сондықтан қандай қателік кетті адамнан, дереу тәубаға жүгініңіздер. Бұл біздің Адам алейхиссаламның
бізге көрсеткен жолы. Міне сол Адам алейхиссалам жасаған дұғасы ғой бұл. Ағраф сүресінің 23-ші аят. Жаттап алғы оны. Раббана заламна анфусана ва иллам тағфир лана ва тархамна ланакуна минал хасирин. Я Аллахым, біз зұлымдық қылдық өзімізге. Темекі тартты адамдар, арақ ішті, ұрлық жасады, пара алып жатыр. Зұлымдық жасап жатыр. Егер енді соны Алла Тағала кешіріп рахметін алмаса, біз қасіретке ұшырап жатырмыз. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Сондықтан Алла Субхана Тағала айтады, біз адамдарға зұлымдық етуші емеспіз дейді. Адамдар өздеріне зұлымдық етуші дейді. Алла залым емес. Алла мейірімді. Ал исламды қабылдамай жатқан болса, кінәсі өзінен. Күнәсін мойындамай жатқан болса, кінәсі өзінен. Керісінше істеген мойындап тәуба жасау керек. وَلَا تَكُنْ كَمَنْ أَتَى عَلَيْهِ 40 سَنَةً وَلَمْ يَقْرَأْ بَابَ اللَّهِ قَطٌّ. Біреу 40 жыл Аллаға мінәжат қылып дейді, жалбарынып дейді. Бір мәртеде болсын Алланың кешірім есігі ашылмаған адамға ұқсама дейді. Шынайы бол деп жатыр да. Шынайы бол деп жатыр. وَلَكِنْ أَكْثَرُ مَا يُخَافُ عَلَيْكَ سُوءُ الْخَاتِمَةِ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. Негізінде біздің қорқатын нәрсе суыл хатима. Яғни жаман өлім. Күнәда, күпірлікте, имансыздықта жан тапсыру. Біз осыдан қорқуымыз керек. Суыл хатима. Керісінше біз Алладан сұрауымыз керек. Хуснил хатима. Алла, бізге ақырымызды жақсы қыл. Біз білмейміз ақырымызда не болады. Сондықтан Алла Тағала бізге, бізді мұсылмандарға жақсы өлімді нәсіп етсін. Иманда, исламда, құлшылықта жан тапсыруда. Не себепті суыл хатима болу мүмкін? Сенің өліміңнің сәті жаман болу не үшін? Бисабаби итфаи джамратил имани бисавадил ғисяни. Жүректегі иманның шоғы күнәлармен сөніп қалғандықтан дейді. Сенің өліміңнің сәті жаман болу мүмкін дейді. Білінбейді қазір саған. Не себепті дегенде суыл хатима? Жүректегі иманның шоғы немен басылып қалса? Күнәмен. Сондықтан қазақта айтады ғой, иман байлығын берсін, иманнан айырмасын, иман саламат болсын дейді, иманы жолдас болсын дейді. Әлгі иманы күнәмен өшіп қалмаған болу керек. Күнәмен өшіп қалмаған болу керек. Ол ібіліс сол сәтке дейін бізбен кеудемізден жанымыз шыққанға дейін. Енді күніне 100 ракат нафіл оққан Ахмад ибн Хамбал, миллион хадис жаттаған. Муснат деген кітабы бар, 46 мың пайғамбардың хадисін жазып кеткен адам. Жай былай қарағанда. Өлім сәтінде соған келген ғой ібіліс. Біз кімбіз сонда? Миллион хадис емес, бір хадисіміз жоқ қой жаттаған. 100 ракат нафілді айтпай қойықшы, біз 5 уақыттың сүннәттәрін тастамайықшы. 5 уақыттың сүннәттәрін. Қорқуымыз керек, суыл хатима болып қалудан. Ал енді ол иманды өшіретін күнә не дейді? وَهِيَ الذُّنُوبُ عَلَى الذُّنُوبِ حَتَّى يَسْوَدَّ الْقَلْبُ مِنْ غَيْرِ تَوْبَةٍ. Ол дейді,
күнәнің үстіне күнә жасау дейді. Тіпті жүрегі қарайып кетеді дейді, тәубаның жоқтығынан дейді. Сондықтан әр күнәға тәуба қылу керек, құрметті бауырлар. Ол күнә өшуш. Ал енді біздікі тәуба жасау, оның кешірілу, кешірілмеуі, ол Алланың құзырындағы нәрсе. Оны біз шешпейміз. Біз Аллаға мінәжат қылып, тәубамызды жасау. Тәуба деген 3 шарты бар. Тоқтатасың, өкінесің, қайта байламауға бел байлайсың. Болды. Алла, мен қайтып бармайын бұған. Мен тәуба деп осыны айтады. Өкін. Кім жасамай жатыр оны? Кім жасамай жатыр бұл күнәні? Мен күнәме қарақ қаппа, ағузы білла. Айтпа олай сен. Кімде жоқ күнә? Айтпа. Сен тәуба есігін қағып бар. Тәуба есігін аш. Тіпті ол ашық тұр. Кірдекте Аллах кешір. Тоқтат, болды, мен істемеймін. Өкін, нағып істедім мен оны. Қайтып бармауға бел, Алла, мен қайтып бармайым ол. Күні осы. Сондан біз өткенде айттық, Али радиаллаху анхудың, Омар радиаллаху анхудың мынадай сөзі бар екен. Ла яғурраннакум қаулаллахи азза ва джалла. Алланың мына сөзі дейді, сендерді жай бірақат қылып қоймасын дейді. Қандай сөзі? Мән жаа бил хасанати фәләху ашру әмсалиха. Кім бір жақсылықпен келсе, Алла тағала оған 10 жақсылық береді. Ва мән жаа бис сайиати фәлә юджза илля мисләха. Ал енді кім бір күнәмен бір күнә жасаса, оған сол бір күнә ғана жазылады деген кезде, осылай ғой деме дейді Омар радиаллаху анху айтады. Әрі кетсе бір күнәға бір күнә. Жоқ, олай. Сол Алланың осылай деген сөзі дейді, сендерді жай бірақат қылып қоймасын дейді. Неге? Үйткенде фәинна сайията уин канат вахида фәиннаха татбағуха ашра хисал. Күнә біреу болғанмен дейді, ол өзімен 10 нәрсені алып келеді дейді. Күнә біреу болғанмен, ол артынан не істейді? 10 нәрсені алып келеді дейді. Ауалуха біріншісі, иза азнабал абду замбан фақат асқаталлаху ва хуа қадирун алейх. Ол Алланың қаһарын оятқан болады. Кім бір күнә жасаса, ол Алланың қаһарын оятқан болады. Ал Алланың қаһарын жіберу, ол қадір. Аяғыңды көктен келтіреді. Ойлама, Құдайдың құдіреті жетеді. Дәрменсізсің сен. Кез келген жағынан. Байқа, аяғың аспаннан келмесін дейді ғой. Осы ғой. Сондықтан біріншісі, күнә біреу болғанмен 10 нәрсені алып келеді дейді. Соның біріншісі Алланың қаһары. Ол ең қауіпті нәрсе. Уәссәнияту екіншісі әннәха фарраха иблиса лағанахуллах. Алла лағын еткен іблісті қуантасың да. Іблісті қуантасың. Қуанады ол. Былайша айтқанда, Алла лағнет қылған затты сен қуантып атсың да, күнә істеп. Сондықтан сен айтуың, мені тозақтан басқа жерге сүйремейтін іблісті не үшін тыңдауым керек? Айтыңыздаршы. Не үшін тыңдауым керек? Біз пендеміз, азғырламыз, уасвасаға түсеміз, алайда тәубаға келуіміз керек. Уәссәлисату әннәху табаудун минәл жәннәти. Үшінші, алып ол жәннәттен алыстатады сені. Уәррабиғату әннәху туқаррабу
минаннар. Төртіншісі, тозаққа жақындатады сені. Күнә жасаған сайын тозаққа жақындайын. والخامسة أنه قد أذى أحب الأشياء إليه وهي نفسه. Өзіңе ең жақын жақсы көретін нәрсе нәпсіңе зиян бересің. Тозаққа кірсе ол шыңғырады да нәпсің. والسادسة أنه نجس نفسه وقد كان طاهرا. Алтыншысы, сен нәпсіңді кірлеткен боласың, ол таза нәпсіңді. Қазір күнә істесең кірленеді нәпсің. والسابغة أنه قد أذى الخفزة. Жетіншісі, сені қорғап, сақтап жүрген періштені ренжітесің. Оған зияндық жеткізесің. والثامنة أنه قد أخذنا النبي صلى الله عليه وسلم في قبره. Қабірде жатқан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды ренжітеміз. Сендердің істерің маған жетеді деген. والتاسعة أنه أشهد على نفسه السماوات والأرض وجميع المخلوقات بالعصيان. Және ол дейді өзінің күнәсіне аспан мен жерді, оның арасындағы мақлуқаттарды куәге келтіреді дейді. Сен күнә жасасаң, аспан жер ондағы бар нәрсе ертең қияметте саған куәлік етеді. Мә көріп аңдар, мен күнә жасап жатым деген сияқты. والعاشرة оныншысы أنه خان جميع الآدمين. Ол бүкіл адамзатқа қиянат жасаған болады дейді. وعصى رب العالمين. Раббысына күнә жасаған болады, әлемдегі Раббысына. Қараңыздар, бір күнә деп қарамаңыздар. Ой, күнәға біреу жазылады ғой, әрі кетсе, жоқ, олай деп ойламаңдар дейді. Ол бір күнә өзімен он нәрсені бірге ерте келеді дейді. Сондықтан осы күнәдан біз не істеуіміз керек? Сақтануымыз керек. Енді келесі тақырыпта имам Ибн Атаилла Сакандай рахмаулла ихзар нафсака аллати байна джамбик дейді. Өзіңнің жан дүниеңді, жаныңда тұрған нәпсіңді дейді, қорға дейді, нәпсіңді сақта дейді. Оны Құдай қаласа келесі сабақта өтеміз. Неден сақтау керек, неден біз нәпсімізді қорғауымыз керек. Субханакаллахумма бихамдик ва нашхаду ан ла илаха илля ант ва настағфирука ва натубу илейк. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا رب مала тағала, біз сенің әлсіз пендеңбіз. Біздің пендешілікпен, тәкаппарлықпен, менмендікпен, білімсіздіктен, надандығымыздан кеткен қателік күнәларымызды өзің кешіріп жарылқа, я Раб. Сен мейірімдісің, сен рақымдысың, я Аллахым. Я Раб, мата бізді соңғы демізде ла илаха иллаллах Мұхаммад Расулла деп бізге хуснил хатима бер, я Аллахым. Және де бізді әрқайсымызды, таубамызды қабыл етіп, күнәдан арылған халде жан тапсырымыз басқамызға нәсіп ет. Ва саллаллаху аля сайидина Мұхаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин.